Hi everyone, today with you Girim and it's our third lesson. And now we are going to talk about how to form negative sentences in present simple. Барлықтарыңызға сәлем, бүгін сіздермен мен Айгерім. Бүгінгі сабақта сіздермен present simple шағының болымсыз сөйлемдерін жасауға үйренеміз. Present simple, яғни жай осы шақты қашан қолданатынымызды алдыңғы сабақтарымызда түсіндірдік. Ал бүгін біз мүлдем жасамайтын іс-әрекеттер туралы сөз қозғаймыз. Мысалы, егер сіздер ағылшын тілінде мен тамақ дайындамаймын немесе мен теледидар көрмеймін деген сөйлемдер жасағыларыңыз келсе, present simple шағын болымсыз түрде қолданасыздар. Бүгінгі сабақта I, you, we, they көпше түрдегі зат есіммен басталатын сөйлемдердің болымсыз түрін жасауға үйренеміз. Сол себепті қазір сіздерге сөйлем құрылымын түсіндіремін. Ең алдымен сөйлемімізді бастауыштың рөлін атқаратын есімдікпен I, you, we немесе they немесе қандайда бір көпше түрдегі зат есіммен бастаймыз. Кейін don't сөзін қосамыз және етістікті қоя отырып болымсыз сөйлемді құрамыз. Мысалы, I work in the morning. Мен таңертең жұмыс жасаймын сөйлемін алатын болсақ, егер де сіздер таңертең жұмыс жасамаймын деп айтқыларыңыз келсе, құрылымға байланысты I don't work in the morning сөйлемін құрасыздар. Көріп отырғаныңыздай, сөйлеміміз бастауыштан басталып, don't қосымшасы қойылып, етістікті қоя отырып жасалынды. Ал енді сіздерді бүгінгі жаңа сөздер мен жаңа тіркестермен таныстырайын. Live in a flat, live in a house. Пәтерде, жер үйде тұру. Speak Kazakh, speak Russian. Қазақша, орысша сөйлеу. Eat fast food, fast food жеу. Play football, футбол ойнау. Read books, кітаптар оқу. Бірнеше жаңа тіркестерді қолдана отырып, өзім жайлы фактілермен сіздермен бөлісейін. I live in a flat. Мен пәтерде тұрамын. I don't live in a house. Мен жер үйде тұрмаймын. I don't play football. Мен футбол ойнамаймын. But I watch football. Бірақ мен футбол көремін. Сонымен қатар, біздің сіздерге ұсынар әйгілі кинофильмдеріміздің үзіндісі бар. Оларды қарап көрейік. Let me buy you coffee. I don't drink coffee. Fine. Yeah, this is my room. No bed? No, I don't sleep. Алдымыздағы үзінділерде болымсыз сөйлемдерді естідіңіздер. Ал қазір сіздермен оларды талқылайық. Бірінші үзіндіде әйел адамның I don't drink coffee сөйлемін. Ал екінші үзіндіде әйгілі Эдвард Калленнің I don't sleep дегенін естідіңіздер. Бұл сөйлемдердің аудармасын астымыздағы комментарийді күтеміз. Сабағымызды қорытындылай келе, біз бүгін сіздермен болымсыз сөйлемдерді жасауға үйрендік. Келесі сабақта бұл тақырыпты жалғастырамыз. Thank you for your attention and don't forget to learn words. Сөздерді жаттауға ұмытпаңыздар.